Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 70-ші сабақ зат есімнің септелуі тақырыбын өтетін боламыз. Бүгінгі сабақта зат есім септіктерінің атын, сұрақтарын, олардың жалғауларын білетін боламыз. 26-шы тапсырма мәтінді түсініп оқы. Табиғаттағы өзгерістердің барлығы табиғат құбылыстары деп аталады. Жер бетіндегі ауаның бір жерден екінші жерге ауысуы жел деп аталады. Жер бетінен ауа жоғары көтеріліп, салқындап, шоғырланып бұлтқа айналады. Бұлтты құрайтын ұсақ тамшылар бірігіп, жерге жаңбыр болып жауады. Қыста биіктегі су тамшылары қатып, мұз түйіршіктігін түзеді. Олар жабысып, қарға айналады. Жер бетіндегі ауаның бір жерден екінші жерге ауысуы кезінде су тамшылары бір-біріне үйкеліп, электрленеді. Оң және теріс зарядтар бір бұлт пен екінші бұлттың арасына, бұлт пен жердің арасына таралады. Жер бетінде электр ағыны пайда болады. Ол бізге найзағай түрінде көрінеді. Мәтін Балдырған журналынан алынған. Келесі бізде қарамен жазылған сөздерге сұрақ қой. Сұрақтардың ретіне қарай зат есім жалғауларының өзгеретініне назар аудар. 26-шы жаттығу қарамен жазылған сөздер. Жер не деген сұрақ қойылады? Жерден неден деген сұрақ қойылады? Жерге неге деген сұрақ қойылады? Бұлтқа неге деген сұрақ қойылады? Бұлтты деген нені деген сұрақ қойылады? Балалар, осы жаңағы сөзге жалғанған жалғауларға қарай сөздердің мағыналары өзгеріп отыр. 27-ші жаттығу. Сұрақтардың орнына ақбөкен сөзін қойып, мәтінді көшіріп жаз. Ақбөкен сөзіне жалғанған жалғаулардың астынсыз, олардың өзгерісін байқа. 27-ші жаттығу. Ақбөкен шөлге төзімді әрі жүйрік, есті жануар. Ақбөкенді киік деп те атайды. Олар сағатына 60-70 шақырым жылдамдықпен ұзақ жүгіретін көрінеді. Ақбөкеннің қорегі өсімдік. Күз айларында көк шөптің қоры мол болса да, жусанмен қоректенеді. Себебі оның құрамында іштегі зиянды құрттарды жоятын заттар бар. Міне, киіктердің өзі емдеуі табиғаттың оларға берген тамаша қасиеті. Ережеге назар аударайық балалар. Сөйлемдегі сөздерді бір-бірімен байланыстыру үшін жалғанатын жалғауларды септік жалғаулары деп атайды. Қазақ тілінде 7 септік бар. Олар атау септігі, ілік септігі, барыс септігі, табыс септігі, жатыс септігі, шығыс септігі және де көмектес септігі. Зат есімнің септік жалғаулары арқылы өзгеруін зат есімнің септелуі деп атайды екен. 28-ші тапсырма. Зат есімнің септіктерін, сұрақтарын, жалғауларын көшіріп жазып, есте сақта. Бірінші баған септіктердің атауы, сұрақтары және де жалғаулары жазылған балалар. Бірінші бізде атау септік. Кім, не деген сұраққа жауап береді? Ілік септігі. Кімнің, ненің деген сұраққа жауап береді? Жалғаулары ның, нің, дың, дың, тың, тың. Барыс септік. Кімге, неге, қайда деген сұраққа жауап береді? Жалғаулары ғаге, қаке. Табыс септігі. Кімде, нені деген сұраққа жауап береді? На, нә, ды, ді, ты, ті. Жалғаулары. Жатыс септігі. Кімде, неде деген сұраққа жауап береді? Да, де, та, те. Жалғаулары. Шығыс септігі. Кімнен, неден деген сұрақтарға жауап береді? Жалғаулары. Нан, нен, дан, ден, тан, ден. Көмектес септік. Кіммен, немен деген сұраққа жауап береді? Мен, бен, пен. Жалғаулары. 29-шы жаттығу. Адам, табиғат сөздерін септеп жаз. Атау септігі. Ілік. Адам, табиғат болады. Ілік септік адамның, табиғаттың. Барыс септік адамға, табиғатқа. Табыс септік адамды, табиғатты. Жатыс септік адамда, табиғатта.
шығыс септік адамнан табиғаттан, көмектес септік адаммен табиғатпен. 30-шы тапсырма. Әр қатарда қай сөз артық? Себебін дәлелде. Бірінші қатарда тәутекенің, таутекенің, көбелектің, қаздың, артық сөз бақаға. Екінші, кемпірқосақты, жусанды, түлкіні, өрмекшімен. Екінші қатардағы артық сөз өрмекшімен. Үшінші, қарлығаштан, қараторғайға, жаңбырдан. Артық сөз қараторғайға. Балалар, бірінші қатарда бізде барыс септігінде тұрған бақаға деген сөз артық. Себебі бірінші қатарда бізде барлығы ілік септігінде тұр. Ал екіншіде бізде табыс септігі өрмекшімен деген көмектес септігінің жаңағы жалғауы жалғанғандықтан ол бізде артық болып тұр. Үшінші жолда бізде шығыс септігі, ал қараторғайға деген барыс септігі болғандықтан бізде артық деп айттық. Балалар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.